Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бір керемет телефон приложениесімен таныстырғым келеді. Бұл приложение құжатпен жұмыс жасайтын кісілерге арналған, яғни өзім сияқты ұстаздарға немесе басқа да құжатпен жұмыс жасайтын кісілерге приложение өте тиімді. Мұғалімдерде болып жатады. Бір құжатты бірнеше рет жазуымызға тура келетін жағдайлар болып жатады. Мысалға, менде кей жағдайда компьютер программасынан жойылып кеткен құжаттарымды қайтадан қалай қалпына келтіремін. Сол туралы мен сіздерге лайфхак айтқым келеді. Мен секілді жасасаңыздар, уақытыңызды үнемдеу арқылы тез құжатпен жұмыс жасайсыздар. Ол үшін сіздер Play Market'тен TextFairy деген жасыл Т деген әріпімен тұр мінекей. Бұл TextFairyға кіргеннен кейін міне оң жағында камера деген тұр. Яғни бірден кірген кезде біз камераға тап боламыз. Міне камераның дөңгелекшесін басамыз. Сол кезде бірден сканерлеп алады өзі басқан кезде. Сканерлеп алды. Енді окейді басып ары қарай өзі жазуларды печатать етеді. Өзі түзетіп алады, мінекей былай. Міне өзі сканерлеп барлық жазуды печатать етіп алды. Былай алып тастаймын. Мына жерде 2021 деген жерлерді мен 2022 деп өзгертемін. Ең бастысы, сіздің компьютеріңізге осы құжат түсіп тұрса, сіз оңай өңдей аласыз. Өзім осы құжатпен, осы приложениемен жұмыс жасаймын. Осылай жасап аласыз. Сосын осылай сақталады. Документы деген жерде сіздің құжаттарыңыз тұрады. Осы документы деген жаңағы тұрған құжаттардың арасынан өзіңіз мінекей жазған құжатыңызды қайтадан ашып, сосын бұл құжатты отправить деген мінекей батырманы басып отырып, Bluetooth-пен немесе почтамен, басқа да көздермен өзімнің компьютеріме енгізіп аламын. Сөйтіп мен осындай құжаттарды компьютеріме енгізіп аламын да, әрі қарай принтерден печатать етіп ала беремін. Не осы қысқаша. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасап кетіңіз. Сіздерге